Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Назгүл. Бүгін ерекше мармеладтың рецебімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл мармелад қансыз, сондықтан денсаулыққа өте пайдалы әрі десерт ретінде жеуге болады. Ал ендеше кірісейік. Ол үшін бізге 2 апельсин қажет, оны ортасынан бөліп тураймыз. Турап болғаннан кейін сыртын шығарамыз. Апельсиннің сыртын ыдыс ретінде қолданамыз. Бөлек ыдысқа желатин мен суды араластырып қойып қоямыз. Желатиніміз бұқтырылғанша бөлек ыдысқа 1 ас қасық мен сироп қолдандым. Сіздер бал немесе қант қолдансаңыздар болады. Оны сумен араластырып қойып қоямыз. Апельсиннің шырынын шығардық. 4 апельсиннің ішін жақсылап тазарттық. Одан кейін ерітілген желатин және сумен араласқан сиропымызды барлығын қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін апельсиннің ыдыстарына құйып шығамыз. Құйып болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Қатуы керек. 1 сағат өтті достар. Біздің мармелад әрі десертіміз дайын болды. Оны кішкене бөліктерге кесіп, немесе қасықпен жеуге болады. Қыс мезгілінде аурулардан сақтану үшін витамин С-ны пайдаланған жөн. Оны әрі мармелад қансыз, әрі десерт ретінде қолдансаңыздар болады. Тәттілігін жақсы көрсеңіздер, бал қосып жесеңіздер болады. Ас болсын достар.